Ассалаумалейкум әзіз достар, мультиметрді қалай пайдалану керектігі хақында видео істеп жатырмын. Енді көбіне көп электриклер, я болмаса плата тексерушілер мультиметрден пайдаланады. Енді көпшілік білмейтіндер бар. Сол біздің розеткеге қанша ток келіп тұрғанын қазір мультиметр арқылы тексереміз. Оның үшін біз мультиметрімізді өзгерушең токқа қоямыз. Өзгерушең ток дегеніміз біздің розеткеге кеп тұрған тоғымыз біресе үстіне, біресе астына өзгеріп тұрады тез-тезден. Соның үшін өзгерушең ток деп айтылады. Ал енді бірінші тұрған жеріне қызылды жалғаймыз, екіншісіне қараны жалғаймыз. Асты 0, үсті фаза. Екіншісін тықсақ, бізге кеп тұрған тоқ 231, 230. Енді ойнап тұрады тоқ, өзгерушең тоқ болғаннан кейін. Ал егер бұның фазаны қалай тексереміз? Құр фазаның өзін қалай тексереміз десеңіз, бір қызыл жағын тығып қоясыз. Толық көрсетпей атырса, қара жағын қолмен ұстаймыз. Ешқандай тоқ өтпейді одан. 65 көрсетіп тұрды. Видеомыз ұнаған болса, подписаться, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.